Сәлем достар, көптен бері видео түсірілмеген еді. Сондықтан сәл тілім бұралып тұратын шығар. Итак, есім, адамның есімі. Орысша айтқанда, как корабль назовешь, так он и поплывет. Біздің есіміміз өмірге әсер ететін программа. Әрине, жан өмірге келген кезде ол примерно өзінің өмірі қандай болатынын, қандай сабақтар өтетінін біліп тұрады. Сонымен қатар есімі қандай болатынын, қандай жанұяға түсетінін примерно біледі. Сондықтан бұл жерде бұл ситуация екі жақты. Кейбір адамдар өте үлкен потенциалы болады. Кейбір адамдардың потенциалы кішкентай. Сондықтан, мысалы, біз балаға бір есім берген кезде өте күрделі есім, бір әйгілі атақты адамның есімін, немесе қоғамға көп еңбек сіңірген адамның есімін берген кезде, менің балам сол есімді, сол адамның потенциалын көтере алады ма? Менің баламның потенциалы соған сәйкес келе алады ма деп біраз ойлану маңызды. Мысалы, Мұхаммед деген ат, Мұхаммед Али деген аттар, есімдер өте күрделі есім болып табылады. Бұл пайғамбардың есімі. Кез келген адамның потенциалы пайғамбардың потенциалына сәйкес келе алмайды. Сондықтан бұндай күрделі есімдер балаға үлкен жүк артқандай сезіледі. Бала солай сезеді. Как будто мен тағы да бір нәрсе істеу керекпін өмірімде, менің тірлігім, еңбегім маңызды емес, я никчемный, я какой-то не такой деген сияқты ойлар келуі мүмкін. Сондықтан есімдерді өте мұқият таңдаған маңызды. Сонымен қатар кейбір адамдардың потенциалы үлкен, бірақ есімі жай ғана әшейін бір ойламай-ақ бере салған есімдер болады. Ондай кезде есімді ауыстырған жақсы нәрсе деп ойлаймын, потому что есімді 18-ге, кәмелетке толғаннан кейін есімді ауыстыруға болады. Бұда еш нәрсе, жаман нәрсе жоқ. Ол кезде де бала жаңа есімді алған кезде, өзіне жаңа есім таңдаған кезде, бұл келешек өміріне программа болып тұратынын сезу керек, білу керек. Сәл информацияны іздестіріп, өзінің қандай екенін біліп, өзін танып тұрса, есім таңдауда болады. Таңдауға уже жеңіл болады. Енді тағы да менің айтарым бұл қыздардың есімі. Біздің қазақ семьяларымызда осы 22-ші жылға, қазіргі таңға дейін келіп жатқан бір дәстүр бар. Семьяда 2 қыз, 3 қыз, 4 қыз туылғаннан кейін келесі ұл болсын деп, жаңадан туылған қыз нәрестеге ұл деген сөзді жалғап есім беріледі. Сол есім программа екенін әке шешесі білмейді, себебі ондай нәрсені ойламайды. Олардың мақсаты тек келесі ұл болсын деген мақсат. Наследник болсын дейді. Как будто бір олардың дворец, фабрика, заводтары тас баратқандай, сол тас баратқан нәрсені кімге беретінін білмей жатқандай ғой. Қызға қандай есім беріледі? Ұл жалғас, ұл болсын, ұл бала, ұлданат, осындай сияқты есімдер беріледі. Бұл есімді қандай мотивациямен береді әке шеше? Сен қыз болып туылдың. Бірақ біз ұлды күткенбіз. Сондықтан сен маңызды емессің. Біз саған осындай есімді береміз, келесі ұл болсын деп, сондай мотивация беріледі. Жарайды, ол қыз туылғаннан кейін, біраз уақыттан кейін ұл туылсын семьяда, хорошо. Ұл туылғаннан кейін, сонда қыздың программасы, өмірге деген программасы аяқталады ма? Бар программасы просто менен кейін ұл туылсын. Болды. Өмірге деген программа вот осындай қызда. Егер осындай қыз туылғаннан кейін, осындай қызға осындай есім берілгеннен кейін, ұл туылғаннан кейін, әке шешенің отношениясы балаға да, қыздарға да отношениясы бірдей болса, бірдей сүйіспеншілікпен, махаббатпен қараса балдарына, онда проблема болмайды.
Хотя менің ойымша, честно айтайықшы, ондай емес семьяларда. Ондай қазақ семьяларда ұлға деген махаббат көбірек болады. Ол бір жүрген асып түскен король сияқты болып көрінеді. Ал қыздар әшейін, қыз бопты. Не бопты сол қыз? Қызға деген отношение осындай. Именно осындай семьяларда. Барлық семьялар бірдей емес, әрине. Менің семьямда, мысалы, менің әкемде ұл болмаған. Бірақ сонда да менің әкем ұл болсын деген оймен жүрмеген. Мені қатты жақсы көретін, қатты сүйетін. Маған бар нәрсесін жасаған, бар еңбегін арнаған, көп махаббат сыйлаған әкем. И ондай әкелер көп негізі, қыздарын қатты жақсы көретін. Ондай семьяларда ондай еркек әйеліне сен ұл тумадың, сен нашар әйелсің, сен өзінің парызыңды орындаған жоқсың деп ондай нәрсені айтпайды. Бұндай еркектер, сознательный еркектер бар. Сонымен қатар несознательный да бар. Еркек болсын, әйел болсын, әйелдің өзі де ойлауы мүмкін. Ой, мен я какая-то не такая, бала туған жоқпын деп. Хотя, знаете, пол ребенка, жынысы баланың, жаңадан туылатын баланың жынысы еркекке байланысты. Бұл медицинада дәлелденген нәрсе. Маған сенбесеңіз, Google'дан іздеп көріңіз. От кого зависит пол ребенка? Пол ребенка зависит от отца. Так что есімдерді мұқият берген маңызды. Кейбір қыздарға, мысалы, модаға ілесіп, өте жеңілтек есімдер берілуі мүмкін. Мен қазір ол есімдерді атамай қояйын, потому что мені сол есімді қыздар көрсе, расстраиваться етіп қалуы мүмкін. И ондай жеңілтек есімдер тоже қыздың өміріне әсер етеді. Қыздың өмірі де сондай бір жеңілтек, бір маңызы жоқ, бір түрлі болып өтуі мүмкін. Негізі есімді берген кезде есімді мұқият, таңдап, мағынасын біліп таңдайтын адамдар, әке-шешелер, бұлар арасында махаббаты бар әке-шешелер. Махаббаты бар, өмірге деген отношениясы сознательный болады. Сәл ойланып, разуммен қарайтын адамдар болады. Ал өтірік просто қоя салатындар, олар өздерінің өміріне де отношениясы сондай, өздеріне де отношениясы сондай. Так, бүгінге осы, достар, егер осы тақырып бойынша ойларыңыз, пікірлеріңіз болса, комментарийде жазып өтсеңіздер болады. Маған консультацияға жазылатын болсаңыздар, инстаграмға немесе почтаға жазсаңыз болады. Бүгінге осы, сау болыңыздар.